алтын жіп тігін курсының студенттері. Бүгін екінші сабағымыз. Бүгін сабақта біз не өтеміз? Осындай түзу юбка, арқасында отрезі бар юбка тігетін боламыз. Алғашқыда оның лекаласын мен кешегі үй жұмысына бергендей обойға өзім меркаммен, өзім өлшеммен обойға түсіріп алғаным болғанын. Енді бізге не керек? Бізге мата керек, өткендегі айтқандағыдай түйрегіштер керек, сосын бор керек, көктейтін ине жіп керек, қайшы керек пішетін. Міне. Енді біз матаны пішер кезде өткенде айтқандағыдай алдын ала пармен үтіктеп аламыз. Мен матамды өзім дайындап қойдым. Міне мен шетін қырқып алдым. Екінші бетін мен бағана алдын ала қырқып алған едім. Көрдіңіздер, иә? Екі беті қырқылған. Ол бізге не үшін керек? Кейбір маталарда, шифондарда осындай матаның шеттері бүйтіп тартып тұрады. Сосын пішкенге бізге кедергі жасайды. Сол үшін біз шеттерін қырқып алып тастауымыз қажет. Енді матамызды жаямыз. Бетіне бетін қойып, теріс жағы іште болу керек. Теріс жағы сыртта болу керек. Енді өткенде айтқандағыдай мына алды, арқасы. Енді сызып алатын боламыз. Мына бүктелген жерге бүктелетін жер деп жазған едік қой. Міне бүктелетін жер деп мына жерге жаздық. Сондықтан біз алдын мына жаны дегенді жанына қоямыз. Бүктелетін жерге мына алдын қоятын боламыз. Сонымен қойып, мына түйрегіштермен қыстыратын боламыз. Осы сызбамызды өлшеп алайын, юбкам қанша екенін. Менің юбкам ұзындығы 60 сантиметр. Сондықтан түйрегішпен қыстырып аламыз. Мына бүктелетін жерін шетке қыстырып алатын боламыз. Сызбамыз жылжып кетпеу үшін матамызға қыстырып алатын боламыз. Алдын қыстырып алып, енді мынаның арасын 3 сантиметр өлшеп аламыз. Арасы 3 сантиметр болады. Арасын 3 сантиметрге арқасындағы сызбасын, мынау жаны ғой. Жаны мынау бүктелетін жері ма, алды. Арқасының ортасынғы тігісі болатын жері ғой. Міне. Мына жерге қойып, бұны да түйреп алатын боламыз. Сіздер ойлайтын шығарсыздар, не үшін обойды ақ қаратып жабыстырып жатыр деп, неге олай қойып жатыр, неге алдымен қоймайды. Менің лекалам бүктелген жерге, осы жерге тура келіп тұр. Сондықтан мен солай қойдым. Оның ешқандай құпиясы жоқ, неге
обойдың арт жағы, неге алдыңғы жағы, неге беті емес дегендей. Сондықтан енді мына мелімізбен сызып алатын боламыз. Мына выточкаларды да сызып алатын боламыз. Юбкамыздың ұзындығы, мен енді обойым қысқа болды, ол разница жоқ, матада сызып алатын боламыз. Міне 60 сантиметр юбкамыздың ұзындығы. Біздің юбкамыздың ұзындығы. Мына жерде бізде вырез болады. Отрезіміз болады, шлица дейді оны. Сондықтан 25-26 сантиметр бұлай белгілеп аламыз. 6 сантиметрдей, 5-6 сантиметрдей мына жерге вырезге матаның үстінен бірден сызып алатын боламыз. Бұл біздің юбканың арт жағындағы вырезіміз. Сызбаны полный матаның үстіне сызып алатын боламыз. Кейін бұл өлшеген сызбамыз тігіске есептелінбеген. Сондықтан тігіске 1,5 сантиметр тігіске береміз. Етек жағынан 3 сантиметр беретін боламыз. Ортасынан да сызып алатын боламыз. Мына тігіске берілген есеп. Осылай 1,5 сантиметр бұлай сызып алатын боламыз. Мына тігіске беретін мына жақтан да бердік тігіске. Ал енді дайындап алдық. Енді пішуге кірісейік. Мен мына жақтан 3 сантиметрді уже осы общий есептеп қойдым. Сіздер де сонымен есептеп ұзындықтарыңыздан 3 сантиметр ұзындығы қырқатын боласыздар. 3 сантиметр тігіске кетеді. Мына выточка болатын жерді кішкене бүйтіп сәл тілеміз, қырықпаймыз, сәл тіліп аламыз.
біраздан кейін айтатын боламын, не үшін керек ол бізге. Сосын мына выточканы шетін бүйтіп түйрегішпен арғы бетке өткізіп аламыз. Біраздан кейін сізге айтатын боламын, ол не екен. Мынаны шетке алды. Енді арқасын пішетін боламыз. Арқа жағында пішіп алдық. Енді бізге пояс қажет. Белдігін пішіп алатын боламыз. Менің өлшемімен пояс белім айналасы, ол қалай өлшенеді поясымыз? Беліміздің айналасы, міне менікі 92. 92 менде жарты есебі 46 сантиметр болады. Осы 46 сантиметрге 3 сантиметр тігіске береміз. Сондықтан матаны 2 бүктегенде 49 сантиметр қырқып аламыз. Сосын белімізді өлшейміз, я? Мен бұны артығымен 3 сантиметр деп артығымен есептерім. Дублерин жабыстырамыз. Дублерин жабыстырғаннан кейін кішкене кіреді мата. Сондықтан тағы да өлшеп алатын боламыз. Сондықтан мен кішкене артығымен есептерім. Ақыр жағында негізі мынау 46 болу керек. Белді айналымен айналған кезде 92 плюс тігіске 3 сантиметр болу керек. Мен кішкене артық алдым. Артық болып атса, қырқып алып бастай саламыз. Енді поясымызды қырқып алатын боламыз. Так, оны кеңдігі 10 сантиметр ала береміз. Кеңдігі 10 сантиметр. Мына жақтан бәрін тегістеп алайық. Матаны тегістеп алдық. Енді содан 10 сантиметр қырқып алатын боламыз. Так, 49 сантиметр. Міне бүктелген жері ал артығымен 49 қырқып алдым. Матаны көрдіңіздер, я? Матаны көтермейміз, матаны қисайтпаймыз. Матаның алдында өзіміз жүреміз. Мата біздің алдымызда жүрмейді. Қисайып кетеді, лекалы. Мата қисайып кетеді. Өлшегеніміздің бәрі бекер болады. Матаны көрдіңіздер ме? Қатты көтермейміз. Сәл мына қолымызбен сәл. Енді біз көйлектің юбканың арқасын пішіп алдық. Алдын пішіп алдық. Бағанағы мен көрсеткендей мына түйрегішпен мына выточканың шеттерін, мына жердегі шеттерін мына жерге қыстырып алдық, я? Мына жаққа да өстіп қыстырып алдым. Бағана мен поясты
пішіп алдым. Көрдіңіздер өздеріңіздер. Енді не істейміз? Енді мына вытычкаларды белгілейтін болам. Мына бағана ине қыстырылып тұрған жерге осылай сызып аламыз шетін. Одан кейін мына жерде ине шығып тұрады. Бұл бізге не белгі береді? Осы мынау шеті деген белгісі. Осы жерден бүйтіп сызып алатын боламыз. Белгі береміз өзімізге. Сосын бағанағы жерде вытычка басталатын жерде кішкене тіліп аламыз дедім. Міне тіліп алдым. Көріп алыңыздар, міне кішкене тіліп алдым. Қатты ойып жібермейміз, я? Енді вытычкамызды арғы бетке өткізетін боламыз. Мен бағанаға айтқандағыдай көктеп алдым бәрін. Мына вытычкаларын, екі жанын, арқасын, мына арттағы мынау болатын вырезімізді бәрін көктеп, түйрегіштермен қыстырып тастадым. Міне киіп көрдім. Маған бәрі жақсы. Кең де емес, тар да емес. Бір жері бар. Екі жаны, етек жағы сәл кеңдеу екен да. Менің өзім солай кимеймін, кеңдеуді. Сіздер кием десеңіздер өзіңіз қалау оларыңыз. Мен осы кеңдеу жерді, мына жерді, міне 3 сантиметр тігіске былай өлшеп аламын да. Мына жерінде сызып алдым 3 сантиметр етегіме. Сосын мына 2 сантиметр ішке қарай кіргізіп, бүйтіп міне сызып алдым. Мына бөксенің линиясынан бастап кішкене ішкеріге қарай кіргізіп алдым. Карандаш дейді, не дейді оны? Осы жерін келтіріп алдым да. Екі бетінде бірдей. Екі бетін бірдей. Енді осы жерді кішкене 1,5 сантиметр тігіске алып қаламын да. Бүйтіп қырқып алатын боламын. Сонда кигенімде маған кішкене приталина болып тұрады. Өзім сондайды қаладым. Артығын қырқып алып тастаймын. Тігіске міне қалдырдым. Міне тігіске қалдырдым. Міне примеркам жақсы өтті. Енді осы жерді көктеп алатын боламын. Басқа киіп көрмеймін. Сіздер киіп көрем десеңіздер, киіп көріңіздер. Өздеріңіз қалауларыңыз. Ал арғарай қазір машинкада тіге бастаймыз. Осы сызықпен. Енді машинка тігісіміз осы жерден болады. Бір бетін көктеп алдым, енді мына бетін көктеп аламын. Ал, енді тігіске кірсек. Юбканың поясын тігу үшін бізге дублерин керек. Дублерин не ол? Ол марлеға ұқсаған мата. Қазір біраздан кейін сіздерге көрсететін болам. Поясты дублеринмен жабыстырып қатайтамыз. Ал енді тігіске кірсек. Ал енді
Мына выточкалардан бастаймыз. Тігісті бастапқыда ары-бері жүргізіп аламыз. Ол тігісті қатыру үшін бізге сетінемейді сонда тігісіміз. Мына көктеген жерінен 1 миллиметр бері қарай жылжимыз да, тура жіптің үстінен тікпей, жанынан тігіп шығатын боламыз. Енді мына беті бар. Мына беті бар енді. Мына беті алдыңғы жағын арқасын тігіп алдық выточкаларды. Енді алдым. Мына выточкалар қатырып тастап жатырмын міне. Мына жерде мата қалмау керек. Ұшмау шыға жібереміз тігісті. Тура жүктің үстінен емес, бағана айтқандай. Жанынан тігіп алатын боламыз. Артық жіптердің бәрін қырқып тастаймыз. Жіптер салбырап тұрмайды. Тігіс тігіп жатқанда жіптерді тазалап жүру керек. Ал енді жанындағы тігістерді тігеміз. Көрдіңіздер, көктегеннің қасында тігіп келе жатырмын мен. Тура үстінен емес, кейіннен жіпті шығару оңай болады. Енді екі жағын тіктік, выточкалардың бәрін тіктік. Енді біз не істейміз? Арқасындағы тігісін қосып тігеміз. Менде замок артында болады. Сол үшін замокты қалдырамыз. Тек қалдырамыз.
Енді жіптің бәрін сөгіп алып тастаймыз. Көптеген жіптеріміздің бәрін сөгеміз. Осы жерде мошасын дейміз. Мына юбканың бәрін тігіп алдық. Енді шеттері сетнемеу үшін біз оверлок дәл қазір қажет емес. Сондықтан мен де сізге осылай көрсетіп жатырмын. Машинкамен не істеуге болады. Мына жерде операциясы бар. S-қа қоямыз. Зигзаг деген операциясы бар. Осының шеттерін сетнемеу үшін зигзаг операциямен тігіп аламыз. Оверлокпен тігетін болсам, көбі қыздар, ой, менде оверлок жоқ деп ойлайды. Осындай қарапайым зигзагпен көрсетіп жатырмын. Осылай да үйренемесеңіздер де болады.
Енді зигзаг бәрін тігіп алдым. Тігістердің бәрін қосып алдым. Жандарын бәрін зигзагпен тігіп алдым. Енді тігістерімізді үтіктейтін боламыз. Болды жүр. Енді тігістерді үтіктейміз. Мына бір нюанс айтатын, көп тігіншілер айта бермейтін жері. Біріншіден тігісті қырымен үтіктеп аламыз. Тігісті ашып үтіктеу үшін міне барлық жерді қырымен үтіктеп алатын боламыз. Сол кезде тігісіңіз сүйрет болып жатады. Енді мынандай матаның қалғанынан мынандай бір құрал істеп алдық өзімізге. Негізі кейіннен өзіңізге кішкене бір осындай сопақтау жастықша істеп алсаңыз болады. Оны солай атайды, жастықша деп. Енді тігісті жатқызып үтіктейміз ішке қарай. Үтіктеріңізді абайлайсыздар. Менің үтігім күйдірмейтін үтік өз. Линейкамен басып тұрамыз. Сол кезде тігіс басылады. Басатын боламыз линейкамен тігісті. Енді алдыңғы жағын вытычкаларын ішке қарай тігіп аламыз. Бірден линейкамен басатын боламыз. Сол кезде міне жатады. Көрдіңіздер ме? Кейбір маталар үтіктеп атқанда реңді өзгертеді. Кейін үтіктеп болғаннан кейін реңдері қайтып өздеріне келеді. Ал вытычкаларды үтіктеп алдық. Міне тігістері. Қазір өзіне келетін болады. Өзі матаның светі сондай екен. Базарда алған едім. Стрич Барби дедім, бірдеңе деді әйтеуір. Ұнады маған цветі, сондықтан алдым өзіме. Бұлай тігісті ашатын боламыз. Бірден линейкамен басып аламыз. Не үшін басып аламыз? Осында тігісіміз тегіс жатады. Астындағы жастықшамызды жылжытамыз кішкене, сосын тігісті де жылжытамыз. Осылай барлық бетті үтіктеп алатын боламыз. Енді арғы бетін осылай үтіктеп алатын боламыз. Тоқтата сал.
Енді юбкамызды үтіктеп алдық. Мына жерден мен етегін сызып алдым, бағанағы 3 сантиметрді айтқандай. Мына жерін қайырып тігіп алдым. Мына жерінде бұлай шлица болады. Ең оңай жолдарын айтып жатырмын сендерге. Юбканың тігуін. Міне замок болатын жерді бүйтіп үтіктеп қайырып қойдым, дайындап. Юбкамыз почти дайын. Енді поясты дайындасақ, етегін тігіп замогын тіксек, 3 қадамы бар. 3 қадаммен юбкамыз бітеді. Енді мынау дублерин деген затым, мына зат. Мына бір беті, мынандай мата сияқты болды. Бір беті кәдімгідей шыт мата. Бір беті мынандай жылтырап тұрады. Міне көріп алыңыздар. Бүйтіп жылтырап тұрады. Бұны дублерин деп айтады. Мына жағы клей. Енді осы клей жағымызды поясымызға жабыстыратын боламыз. Осылай жабыстыратын боламыз. Өзі жабысады. Клейді жақсылап жабыстырып аламыз. Міне жабысты. Енді мынау артық дублеринді қырқып алып тастаймыз. Керек емес жерін қырқып алып тастаймыз. Сіздерге өте қарапайым сөзбен айтып жатырмын. Бұның қағаз сияқтысы бар, флизелин деп атайды оны. Ал міне жабыстырып алдық поясқа дублеринімізді. Енді осыны екі бүктеп поясты үтіктейтін боламыз. Міне екі бүктеп аламыз поясты. Бұлай. Мынаны екі бүктейміз бұлай. Енді не істейміз? Енді бұлай. Мына жағын тігіс болатын жерін созамыз. Мына бел жағын кішкене отырғызамыз. Сонда әдемі белдің суреті шығады. Бұл да бір тігіншілердің бір несі, құпиясы дегендей. Осылай өтіп тартатын боламыз. Тігіс жағын тартып, мына жағына қарай сол жері үтіктің астында отыратын болады. Енді көріңіздер, міне осындай бел жағы жіңішкелеу, мына жағы бұлай созылыңқыраған болады. Сол кезде юбкамыз әдемі жататын болады, суреттегідей. Енді не істейміз? Енді юбкамыздың етек жағын, міне 3 сантиметрді көрсеткендегідей сызып алдым. Міне 3 сантиметрді сызып алдым. Енді соны үтіктейтін боламыз. Бізге не үшін керек? Тігісіміз тегіс жату үшін керек.
матаны суығанша тиіспейміз, бұлай суиды. Енді осылай етегін үтіктеп аламыз полный. Етегімізді үтіктеп алдық. Міне. Енді үтіктеп болып тігіс жүргізетін боламыз. Мына жеріміз кішкене үтіктеп алдық. Енді машинкаға барамыз. Машинкада поясты, замокты, етегін тігіп аламыз. Сонымен юбкамыз бітеді. Енді бұлай істедік. Өлшеп алдық. Тігісіміздің етегімізді тігеміз. Тігісіміздің қалыңдығы 2,5 см болады. Сондықтан инеден 2,5 см өлшеп аламыз да, бұлай маркермен қойып алатын боламыз. Міне 2,5 см. Үстіп өзімізге сызып аламыз. Бұл бізге тігісіміз тегіс болу үшін сендерге құпия, бірақ осы тек қана біздің курста оқитын қыздарға ғана арналған бір құпиямызды ашып жатырық сіздерге. Міне енді бұлай қоямыз мұны сызығымызға. Енді тек қана тіккен кезде инеге қарамаймыз, лапкамызға қарамаймыз, машинамызға ешнәрсеге қарамаймыз. Бір тігіске қарап қоямыз, тігісіміз әдем ба, әдем емес па. Так. Енді осы жолымызға қараймыз. Машина айдаған кезде водитель не істейді? Жолға қарайды. Бір адаммен соғыспау үшін, ямаға түспеу үшін жолға қарайды. Сондықтан біз де водитель боламыз. Осы жолға қарап тігетін боламыз. Ендіші тігейік. Бұл тегіс тігістің жолдары. Тігісіңіз тегіс болсын десеңіз, сіздер алғашқыда бастап келатқан жансыздар. Мұны қараңыздар, тігісіміз теп-тегіс. Жібімді көрдіңіздер ма? Матаға сәйкес келеді. Матада тіккен кезде ол жібіміз көрінбейтін болады. Көрдіңіз ба? Түйрегішпен де қыстырмадық. Бір үтіктеп алдық. Егер де бұл маған қиын десеңіздер, көктеп алсаңыздар болады. Егер қиын, мұндайды мен тіге алмайтын шығармын десеңіздер, осы мына сызықпен, көрдіңіздер ме? Осы сызықпен алып келатырмын. Сызығым тегіс болады. Енді мына пояспен белдікті, мына белдікпен юбкамызды қосып тігетін боламыз.
Матаны тартпаймыз. Поясты кішкене тартып тұрамыз. Матаны сәл бос жіберіп, машинканың астына береміз. Сіздер көктеп алсаңыздар болады. Көктеп алсаңыздар оңай болады. Лапканың бойымен көрдіңіздер. Осылай жақсылап жабыстырып алатын боламыз. Ал енді поясты міне қостым. Тігісімді көрдіңіздер ме? Қандай? Теп-текіс. Міне тігісім. Оны қалай істейміз? Машинкада мынау сызықтар бар. Осы сызықтарға қарап тігеміз. Бағанағыда мен айтқандай жолға қарап тігетін боламыз. Сол кезде тігісіміз текіс шығатын болады. Поястың мына жағын зигзаг операциямен тігіп алдым сетнемес үшін. Ол сендерге, менде оверлок бар негізі, бірақ мен оны әтеге қолданбадым. Сіздерге ыңғайлы әрі қарапайым көрінсін деп. Егерде мен қазір оверлокпен тігетін болсам, сіздер ойлайсыздар, ой, мына тігісті оверлок болмаса болмайды деп. Сосын қап қояды тігісіңіз. Кәдімгі қарапайым зигзагпен тіге беріңіздер. Егерде қол машиналарыңыз болатын болса, зигзаг болмайтын болатын болса, ол кезде де тіге беріңіздер. Үйрене беріңіздер. Үстібінен төбеге қарай қайырып аламыз. Мына жағында қайырып аламыз. Енді біз замок тігетін боламыз. Мына поясты екі бүктеп үтіктедік қой. Сол жерді белгілеп алдық. Кішкене бүйтіп үш бұрышты қырқып белгілеп алдық. Мына екі бетінде бүйтіп қырқып белгілеп алдық. Бізге бұл замок тігу үшін бізге сол керек та. Осылай. Тіккенде де мына тігісті поясқа қарай қайырып үтіктейтін боламыз. Бәрі мына поястың ішінде қап кетеді. Тап-таза болады. Осының ішіне астар тігем десеңіз де болады. Осы поясқа тігетін боласыз астарды. Енді замокты тігейік. Ал замоктың тігудің оңай жолдары. Мен өзім неше жылдан бері тігіп жүргеннен кейін сендерге оңай жолдарын көрсетіп жатырмын. Ал түйре басаңыздар да болады. Түйреуіштер бар. Осы түйреуіштермен бұлай түйреп аласыздар. Мен өзім түйрегішсіз тіге беремін. Сіздер бұлай түйрегішпен әйтпесе көктеп алыңыздар. Мұны бағана үтіктеп қайырып қойған жерге, замок осы жерде болады ау деген жерге қоямыз да замоктың шетін. Бұлай түйреп аламыз. Қалай замок жатады, солай. Енді мұны тігеміз. Тігісімізді қатырып аламыз, арғы инеден абайлап өткіземіз инені. Инені сындырып алмаймыз машинаның инесін. Көктеп алам десеңіздер, көктеп барып тігіңіздер. Сіздердің қолдарыңыз әлі үйренбеген. Міне. Замок әлі тігіп болмадық. Жай ғана матаға шетін тігіп қойдық. Енді бізге односторонний лапка керек. Маған односторонний лапка
мына потайной замокты тігу үшін бізге осындай односторонний лапка керек. Мына беті жоқ, көрдіңіздер ма? Осыны шешіп алып тастап, осы лапканы қоямыз. Енді осыны тігеміз. Замокты бізге оңай болады, замок тігу. Жұмыс барысында біліп аласыздар, не үшін қажет екенін бұл замоктың. Мына жағын кішкене көтеріңкіреп барып, жолына түсіп, жолы бар сол жерде. Жолына түсіп, тігетін боласыздар. Мынау сызыққа дейін тігетін боламыз. Міне, осы сызықтан кейін инені қайтарамыз. Жіптер сабырап тұрмасын, жіптердің бәрін қырқып алып тастаймыз. Міне, бірінші беті бітті. Енді екінші бетін тігеміз. Мына бетін тегіс болу үшін тігіспен тігісті келтіреміз. Мына сызықпен қырқып алатын боламыз. Міне, сәл-ақ замокты қырқып алып тастамаңыздар тағы да. Енді мына тігіске тігісті былай жатқызып, түйрегішпен қыстырып аламыз. Енді мына бетінде қалай замок жатады? Мынау замок қалай жатады? Солай келтіреміз. Енді көктеп алам десеңіздер, көктеп алыңыздар. Сіздердің қолдарыңыз үйренбеген. Көктеп алып, одан кейін барып тігесіздер. Міне енді замогымызды тігіп алдық. Міне көріп алыңыздар. Мынау тегіс шықты. Міне замок көрінбейді. Бұлай. Мына жерден де үтіктегенде мына жақтың бәрі жататын болады бұлай. Енді мына жақты жабуымыз керек, поясты. Бағанағы қиған жерімізден бүктейміз, екі бүктейміз теріс қаратып. Сосын замокты бұлай бүктеп шығарамыз. Міне көрдіңіздер ме? Түйрегішпен түйреп аламыз. Сіздер көктеп алсаңыздар болады. Бағанағы мына жері сызығы да. Тігіс поясқа қарай жату керек. Көріңіздер. Бұлай болады. Міне, бұлай болады. Бұлай жатады. Ішінде болады тігістің бәрі таза болып. Мына бетінде солай тігіп аламыз. Ал кеттік.
Міне көрдіңіздер ме? Мына жер қалай? Теп-текіс болу керек. Мына жағын кішкене жабыңқырамыз. Осы тігістің сызығымен тігіп шығамыз. Артық жіптердің бәрін қырқып алып тастаймыз. Осы мына тігіс қазы үтіктегеннен кейін жататын болады. Енді поясты жабамыз. Сонымен юбкамыз бітеді. Поясты қалай жабамыз? Мұнаны тігісті айттым. Жатқызамыз поясқа қарай. Мына жердің бәрін түйрегішпен түйреп алатын боламыз. Түйрегіштеріңіз жоқ болса, көктеп аламыз. Ал мұны бәрін түйреп алдық. Енді тігеміз. Мына тігіспен тігеміз. Мұнаның ішіне кіргізіп, инемізді сол жерге тігетін боламыз. Лапкамызды ауыстырамыз. Односторонний лапка еді. Енді кәдімгі тігістің лапкасын қоятын боламыз. Бұлай бастаймыз. Замоктан емес, сәл 1 сантиметр жүріп, одан кейін бастаймыз тігуді. Көрдіңіздер ме? Мына тігістің ішіне кіргізіп, инені, мына поястың ішіне кіргізіп, тігетін боламыз. Сонда тігісіміз көрінбейді. Өте әдемі, сүйкімді тұрады тігіс. Мен көрген бір көйлектерін 1 сантиметр ширинаға мынаның үстінен тігеп, өте қопал көрінеді, сүйкімсіз. Маған олай ұнамайды. Маған бұлай тіккен ұнайды. Мына көрдіңіздер ме? Тігіс көрінбейді. Осылай тігіп алсаңыздар, мына беті мынандай болады. Мына беті бұлай. Машинамның инесі таусылып қалыпты. Бізге көп жүк керек емес. Сондықтан қолмен көп жүк қажет емес бізге. Поясты бітірсек, сонымен юбкамыз бітеді.
Азғантай қалғанда жіп таусылып қапты. Өте қарапайым түрде сіздерге көрсетіп жатырмын. Қай жерде тоқтадық, сол жерден қайтадан бастаймыз. Былай турлап аламыз, тығыз жататын болсын. Ал юбкамыз бітті. Мына юбкамыз бітті. Мынау шеті көрдіңіздер ме? Теп-тегіс. Мынау тігісімен тігісі келді. Мына жері теп-тегіс көріңіздер. Ал поясы да тігілді. Мына замоктары да көрінбейді. Міне. Мына арқасына тігісіне, мына жерге кішкентай мынандай тігіс жүргіздім. Юбкамыз бітті. Енді үтіктеп аламыз. Сонымен киіп кете беруге де болады. Ал юбкамыз бітті. Ендігі сабаққа дейін. Ендігі сабақта өтетініміз. Не өтеміз? Осындай юбканың лекаласынан неше түрлі юбка брюки дегенде нәрселерді шығаратын боламыз. Түрлі түсті қағаздарыңызды туырлаңыздар, дайындаңыздар. Қайшы, клей дайындаңыздар. Соны конспекттерімізге жабыстырып, неше түрлі юбканың фасонын шығаратын боламыздар. Сау болыңыздар, кездескенше.